Қайырлы күн, менің тігін және қолөнер YouTube каналымның оқырмандары. Бүгін сіздерге осындай жылтыр әдемі қара түстегі пайетка матасынан өзіме юбка тігіп көрсетемін. Ол үшін мен қара пайетка матасын таңдап алдым. Бұл матаның ені 1 метр, ал менің бүксе орамым 96 сантиметр. Сол себепті бұл ені маған жарайды. Тек ұзындығын 80 сантиметр ғып алдым. Бұл юбканың ерекшелігі тек артында ғана тігісі болады, және сол тігістің бойында артқы разрез, яғни жырығы болады. Енді мен өзімнің өлшеміме сай қылып, артқы және алдыңғы бойдан өлшеміме сай етіп, выточкаларын сызып белгілеп алдым, және юбкамды қиып алдым. Ешқандай қиындығы жоқ, өте оңай, жеңіл тігіледі. Осы пайетка матамен бірдей етіп, жылтыр трикотаж матасынан астар дайындап алдым. Барлық өлшемі юбкамен бірдей. Оған қоса осындай резинкада белдікті дайындап алдым. Резинка өзімнің белімнен 5 сантиметрге кіші алынды. Енді подкладтың және пайетка юбкамның сызылған выточкаларын және де артқы бойдағы тігісін разрезге дейін жауып тігіп дайындап алдым. Айта кетейін, беліме салатын резинканың сыртын мен осы астарлық матаның қара жағымен қаптап шыққан болатынмын. Енді дайын болған астарды, юбканы және ортасына резинканы қойып айналдырып тігіп шықтым. Ал юбканың етегін өзінің артық сетка матасын ішке қайырып үтіктеп машинкада тіктім. Және астардың юбкамен разрезін бірге біріктіріп осылай тіктім. Сонымен жарты сағатта менің әдемі юбкам дайын болды. Нәтижесі алдарыңызда. Әдемі шықса, мені қолдап лайк басып, тілек жазып кетіңіздер. Ал үстінен қалған матадан осындай кеудесін тіктім. Және мен оны екі түрлі жерге, осындай екі түрлі образды киіп бардым. Егер жұмыстарым сізге ұнаса, каналыма жазылып қойыңыз.